Қайырлы күн қыздар, сіздермен бүгін 10 минутта дайындалатын, көп уақыттарыңызды алмайтын өте дәмді салаттың рецептісімен бөлісемін. Дәмі енді сөз жоқ, керемет. Өте оңай дайындалады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге капуста керек. Оны жуып, кішкентай бөлшектерге бөліп шығамыз. Және кубиктап туралған тауықтың етін саламыз, және фриді салатын боламыз. Фриді өз қолдарыңызбен жасаңыздар да болады. Одан соң үкіштен өткізілген сырды саламыз. Және де консервадағы жүгеріні саламыз, 2 ас қасық. Дәміне қарай тұз, және де майонез. Майонезді 2 ас қасық саламыз. Дәмі өте керемет болады салғаннан кейін, және де қасықпен жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң ыдысымызға саламыз тәрелкелерге. Салаттың түрі одан ары тәбетті ашу үшін бетіне үкіштің кішкентай жерінен сырды өткіземіз. Осымен біздің өте оңай салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Салаттың дәмінде сөз жоқ. Көп уақыттарыңызды алмайды, жасап көріңіздер, ас болсын.